Қалай жарты күн жұмыс істеуге болады, қалай күніне жарты сағаттан 2 рет демалыс алуға болады қосымша. Кімдерге больничный беріледі және кімді жұмыстан шығара алмайды. Осындай керемет мықты видеоларды мен осыған дейінгі видеоларды салдым. В общем, көріңіздер, міндетті түрде жібере алмай. Соларды көрген адам ғана мына видеоны жақсы түсінетін болады. Егер сіздің бір емес 2-3 балаңыз бар болса, 1,5 жасқа дейінгі, онда сізге әрбір 3 сағат сайын жұмыс беруші жарты сағат емес, уже 1 сағат үзіліс беруге міндетті. Мысалға, сіз 9-да жұмысқа келдіңіз ба, 9, 10, 11-ге дейін, 10, 11, 12-ге дейін жұмыс істедіңіз, сізге плюс 1 сағат демалыс береді. 12 мен 1-дің арасында демаласыз. Не үшін? Балаңызға тамақ беру үшін. Себебі сіздің 2 немесе одан көп 1,5 жасқа дейінгі балаңыз бар. Енді 1-де обед басталады ма, 1-ден 2-ге ол сіздің өзіңіздің обедіңіз. Тоже демаласыз, өзіңіз тамақ ішу үшін. Және осылай әрбір 3 сағат сайын сізге 1 сағаттан демалыс беруі тиіс, балаларыңызды тамақтандыру үшін. Және бұл сағат сізге осылай қосымша берілген үзіліс сіздің жұмыс істеген